Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақтың тұңғыш әлем чемпионы әрі алғашқы кәсіпқой балуан. Ол күрестің бірнеше түрі бойынша әлемді бағындырған. 54 мемлекетте бағын сынап, 48 медаль олжалаған. Мұндай жетістікке 20 ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде тек Қажымұқан бабамыз жетті. Әлемдік деңгейде алғаш рет 1906 жылы көрінді. Осы жылы Германияда өткен дүниежүзілік сайыста қарсылас жақ келтірмеді. Алайда патшалық Ресейдің саясаты қазақ палуанын өз атымен атауға рұқсат бермеді. Сөйтіп, байрақты бәсекелерде Ямагата Муханури, Қара Мұстафа, Черный Иван лақап-аттарымен шығуына тура келді. Мұқан 1912 жылы Стамбул қаласында атақты түрік балуанмен кездеседі. Түріктің атышулы атақты Нұрлысын жеңгеніне қатты қуанған бай түріктер Мұханды Мекке сапарына алып барып қажы атандырады. Қажымұқан Жапонның атақты балуаны Саракикимен 1912 жылы Харбин қаласында өткен ережесіз күресте айқасады. Күрестің